Менің балалық шағым өте бақытты өтті. Мен Қытай Халық Республикасының Үрімжі қаласында дүниеге келдім. Қалада тұрсақ та, жазғы каникул кезде нағашыларымның ауылына жайлауға барып өткізетінбіз. Жайлаудағы өмір ерекше еді. Күн сайын табиғаттың аясында, таза ауада еркіндікте өстім. Бүлдірген теріп, отын жинап, тауға шығып бұғы көріп дегендей, нағыз қазақы өмірдің дәмін сезіп өстім. Кішкентайымнан өте белсенді, жанды бала болдым. Менің музыкаға қызығушылығым негізінен анамның балалық арманынан басталған. Анам кішкентай кезінде көрші татар қыздың пианино ойнағанын терезеден қарап, тамсанып тыңдайды екен. Өзде сондай аспапта ойнауды қатты қалапты. Бірақ ол кезде жағдай мүмкіндік бермеген. Сондықтан бұл оның орындалмаған арманы болып қалған. Ал кейін ол арманды маған өз қызына артқан сияқты. Ең алғаш музыкадан сауатымды ашқан ұстазыма келсек, Лия Жүн деген мұғалім болды. Өзінің жеке курсы бар еді. 5 жасымнан бастап осы кісіден синтезатор, кейін фортепиано үйрене бастадым. Менің сахна көрсем, арқамның қозып шыға келетін ұстаздарым да конкурс әділқазыларда байқап, өнер жолын таңдап, кәсіби түрде айналысу керек деген пікірлерін білдірді. 2002 жылы 12 жасымда Үрімжі қаласындағы үлкен концерт залдарының бірі Халық театрында жеке концертімді өткіздім. 2003 жылдың қаңтар айында анам екеуміз Алматыға қысқа уақытқа қонаққа келдік. Бір қонақта отырып, кісілер менің музыкамен айналысатынымды біліп, Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған мектеп туралы айтып берді. Бұл өте танымалы, атағы жоғары мектеп, бірақ оған түсу оңай емес, қабылдау емтихандары да күрделі, деді олар. Бірақ біз бәрібір барып көруді ұйғардық. Солай ертесі күні мектепке бардық. Мектептің арнайы фортепиано бөлімінің мұғалімі Даукеева Мензия Кенжебек қызы мені тыңдады да, дереу басқа ұстаздарды шақырып, бірден кішігірім емтихан ұйымдастырып жіберді. Әдетте қабылдау маусым айында өтетін, бірақ соған қарамастан мені бірден оқуға қабылдады. Бұл мен үшін күтпеген әрі өте қуанышты сәт болды. Ол кезде мен күтпедім, шынымен айтқанда аң-таң болып тұрдым. Негізі шынымен де осы жерде қалам ба, қалмайым ба. Менде негізі психология жағынан былай дайындық болған жоқ та. Мен шетелге барам, қалам, Қазақстанда оқимын деген сияқты. Ол кезде тағы мезгіл өте жақсы болған жоқ. Енді қыстың нақ аяз кезі, барлық ағаштардың үстінде қар басып қалған, көп зданияларда көрінбейді. Бізде енді Үрімшіде көп зданиялар бәрі биік-биік, қалалы. Сол кезде енді салыстырғанда біраз заманауи болатын. Сол кезде мен абдырап қалдым біраз. Бірақ та сосын көрейік дедік, анам екеуміз. Түсінбеймін неге қалайша әке-шешемдер сол кезде бір 13 жасар баланың айтқанын көніп, шешім, қалай айтсам болады, қолдап берді да, сол заманда. Себебі ол кезде әке-шешемдердің ешқандай көшіп келу деген ойларда жоқ. Қазірге шейін де сол Қытай Халық Республикасында Үрімші қаласында тұрады. Сол кезде мамам мен үшін жұмысын қайтадан барып Қытайға аяқтап, яғни менің қасымда бірге оқып, бірге болу керек деп шешті да, сосын осындай жұмысын да тастады Қытайдағы сол кезде. Сосын қасыма келіп, бірден мектептің қарсы жағынан пәтер сатып алды, кішкентай бір пәтер. Сосын солай қасымда болды. Әрине жаңа келген кезде тіл жағынан ғана қиындықтар болған жоқ. Ол менталитет жағынан да жаңа орта деген сияқты сол жақтарында қиындықтар болды. Ал тіл мәселесіне келсек, мен негізі Қытайда
балабақшадан бастап мектепке 7 классқа шейін қытайша, тек қана қытайша мектепте оқыдым. Бірақ та үйде қазақша сөйлейтінбіз. Сондықтан мен сөйлесуді білем, түсінем қазақшаны, бірақ та жазу мен оқу дағдым болмаған. Сондықтан келе сап тіл мәселесі, екіншіден орыс тілі мүлдем түсінбейтінмін орыс тілді. Бірақ та осы жерде айта кететінім, мысалы біздің сол кездегі директор оңдасын Абдуллаұлы Абдуллаев деген кісі, сол кезде бізге өте үлкен көмектескен. Ол кісі біздің Қытайдан келген қазақ, шетелден келген қазақ балалардың жағдайын әбден түсінетін, ерекше қайсын болады, арнайы бір бұйрық шығарып бізге қосымша сабақ, қазақ тілінен орыс тілінен қосымша сабақ тегін түрде бізге берілген. Соның арқасында аз уақытта бәріне үйреніп, тіл жағынан да, оқу, сабақ жағынан да бәріне үйреніп кеттік. 13 жасар бала бірінші рет ата-анасынан айырылып деген сияқты жаңа мүлдем ортаға сіңу деген өте қиын болды. Сағыныш деген мәселе айта кетсем, ол кезде қазіргі сияқты интернет болмаған, дамымаған, андай телефон шетелге қоңырау шалу үшін андай карточка сатып алып, сосын хабарласатынбыз. Сонда бір ретте мен қатты шыдамай кеткен ғой. Телефонға жаңа әкем жылап жіберген. Сонда мен айттым ғой, жылап жіберген деп. Движение емес, мен просто саған айтқанмын, жеңіл ойнаймыз. Сен неге нұсқауысың? Мынаны жеңіл, бірінші нота кейбір кезде тоқтап қалады, то есть анық емес, төртінші саусақтары. Сондықтан біз әлі ақырын темпте ойлап оны шығаруымыз керек. Ал енді нақтылап айтып келсек, мына жерде сен бесінші саусақты шығаратын кезде бәрібір ондай қатты айырмашылық мына алдындағы жоқ та, айырмашылығы қатты емес. Тоже усиленно.
бірінші деп ойладым, мына жерді класс емес, осындай кіші құрым болса да концерттік зал болу керек, өзіміздің рояль болу керек. Оқушыларымыз тек қана класста үйренбей, өздерін сахнада қашанда ешбір адамға барып жалынып, бір жерден сұранып жүрмейді деп, өзіміздің залымыз болу керек деп сондай ой болды. Және де көріп келе жатсыздар, мысалы, жаңадан уже қанша жыл үйреніп келген оқушыларымыз Айқұлов та, мысалы, Ильяс болсын, жаңа шыққан кезде қатты қорқатын, қобалжитын. Бірақ та ақырын осы жылдай бойы ең бірінші қасиет ол табандылық. Ата-аналарда соған көніп, оларды да қаншама рет үйренбеймін деген каприздер болды, әртүрлі жағдайлар болды. Әрбір балада да сондай жағдайлар болады. Үйренгім келмейді, еңбектенгім келмейді кей кезде. Бірақ та соның бәрін ата-аналар дұрыс бізбен бірге болды, дұрыс жолға бағыттады. Соның арқасында міне неше жылдан бері уже еңбектері анық көріне бастады. Сондықтан сіздерге рахмет, ата-аналар. Бізбен бірге болған, бізді талдағандарыңызға рахмет. Біз де осы балаларымыздың әрқашанда барлық баламызбен қуаныш, мақтаныш тұтамыз. Сосын олардың болашақ жолында әрқашанда біз көмек беруге дайынбыз. Көп рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Рахмет. Был ошибка. У всех был, да? Такой просто молодец. Ну, потом ты это будешь знать. Через несколько лет я такой был молодец вообще в таком возрасте, да? Поздравляю вас. Вообще. Но главное начать. Да. Главное начать, потом чтобы привык уже привык. Нет, ты должен как играючи. Да? Учиться играют. И вот садится и играет. Сюда приходит. Поэтому известный пианист Плетнев говорит, что надо дома играть как на сцене, а на сцене как дома. Наоборот. Надо будет, да. Поэтому надо тренироваться, видите. Әйгілі пианист Андреас Шиф деген үлкен маэстро, Бах композиторының шығармаларын орындайтын үлкен маман. Сол кісі айтқан сол кісі бір сұраққа жауап береді, журналистердің қойған. Жас пианистерге не айтасыз деген, қандай ақылыңыз бар деген сияқты. Сол сұраққа жауап бергенде ол айтады, мен пианистерге айтқым келеді, сіздер өздеріңізді өте бақытты және привилегиясы бар деп өздеріңді санауларың керек. Себебі осы мамандықта сендер тек қана армандарыңа жеттіңдер ме жоқ әлде бір мақсатқа жеттіңдер ме, бір шыңға жеттіңдер ме, оған есептеспей дейді. Керісінше осының өзі, мысалы күнде дайындық, жаңа шығарма, осы мамандықпен айналысқандарыңа өте риза болуларың керек және бақытты сезінулерің керек деген сияқты. Мен де сол кісімен 100% келісемін. Себебі ол кісінің не айтып отырғанын мен түсініп тұрмын да мына жерде. Дүниежүзілік сахнада боласың ба, жоқ әлде кішкентай сахнада боласың ба, әйтеуір өзіңдің орындаған сүйікті шығармаңды және сол шығарма арқылы өзіңді бұрынғыдан да сәл бір аз болса да бір сатыға жоғарылаған сондай мақсатпен негізі. Сосын және де әрине егерде шебер деңгейің жетіп жатса, осындай концерттерге шығып өзіңді көрсету мақсат емес, ал сол мысалы мен үшін айтқанда шығармалар, алдағы сол композиторлар біздің адамзаттың негізі сонша жылдан бері ғасырдан қалған мұра ғой, мысалы ең бал, шырын деп айтсақ болады. Соған қол жетіп, соларды түсініп, орындап, және де соның ұлылығын көрермендерге, тыңдармандарға жеткізіп, солар соны ләззатын алып, қуанғанына
сол мақсат деп ойлаймын да. Соны жеткізу мен үшін айтқанда үлкен мақсат деп ойлаймын. Сондықтан әрине бір ғана орында тұрмай, қашанда жалғастырып, одан да жоғары, одан да жаңа шығармалар іздену деген сияқты сондай өзіңді қайта сол жетістікке емес, жетілдіру керек, тоқтамай. Соның процесі негізі маңызды деп ойлаймын.